қызым? Маған ертегі айтып беріңізші. Ертегі? Қазір жаным. Ол үшін, ертегі айтып беру үшін не істейміз? Жаңылып жатамыз. Ертегі тыңдауға дайындаламыз. Қазір қараймыз не бар екен мұнда. О, бауырсақ. Баяғы бір заманда кемпір мен шал болыпты. Олар бір күні бауырсақ пісіріпті. Оны терезенің алдына қойып қойыпты. Бауырсақ біраздан кейін жел болып домалап кетіпті. Бауырсақ домалап кетіп барады. Алдынан қоян шығыпты. Бауырсақ, мен сені жеймін депті.